Баршаңызға сәлем. Бұл видеода шортан балығынан дайындалатын сорпаның дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Шортан балығынан дайындалатын сорпаны жасау үшін әрине бізге шортан балығы, картоп, сәбіз, жуа, күріш және түрлі дәмдеуіштер қажет болады. Барлығын алдын ала дайындап аламыз. Алдымен балықты жақсылап жуып, тазалап аламыз. Егер қандай да бір жағымсыз иіс болатын болса, салқын суға салып алған жөн. Шортанды бірнеше бөлікке бөлеміз. Содан соң кастрюльге су құйып, шортан балықтарын саламыз және бір бас пиязды салып 20 минут қайнатамыз. 20 минут өткен соң сорпаның көбігін аламыз. Дәмдеуіштерді қосып, орташа отта 15 минут қайнатамыз. Оған дейін көкөністерді дайындап турап қоямыз. Алдымен сәбізді үккіштен өткіземіз. Картопты 4 бұрышты етіп тураймыз. Жуаны ұсақтап тураймыз. 15 минут өткен соң балықты судан сүзіп түсіріп аламыз. Қайнап тұрған сорпаға туралған көкөністерімізді рет-ретімен саламыз. Содан соң жуылған күрішті саламыз. Барлығын араластырып, көкөністер піскенше қайнатамыз. Шортан балығынан дайындалған сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін.